Қазір пайда табу үшін небір қулықтарды да ойлап тауып жатырмыз ғой. Мына лотерея деген қазір енді қатты модаға айналды ғой. Соны енді біреулері былай шығып жатыр. Осы лотереяны сатамыз, ойнатамыз, және осыдан түскен ақшаны, немесе енді арасында кітап береміз дейді енді. Сөйтіп, осыдан түскен ақшаны бір мұқтаждарға көмектесеміз, қайырымдылық жасаймыз, бір жоқтарға береміз деген сияқты да. Ағайындар, дұрыс түсінейік. Ол ана жоқ, жағдайы жоқтар, жетімдер, міскіндер, олар сізге мұқтаж емес олар. Олар Аллаға мұқтаж. Ал сізге ешкім бұйырған жоқ. Соларды сен асыра. Арамнан болса да тауып асыра. Шариғатта жоқ, ағайындар, бұндай нәрсе. Ислам бұндай нәрсеге рұқсат бермеген. Бір адамды бағу үшін харамнан ақша табуға рұқсат деген нәрсе. Мысал үшін, мен арақ сатып, содан түскен табысқа мешіт салсам бола ма? Именно әдейі арақ алып сатып, содан түскен пайдаға не мешіт салу, не болмаса бір жетімге көмектесу бола ма десе, жоқ, рұқсат жоқ. Ол мешіт сізге мұқтаж емес. Алла да сізге мұқтаж емес. Жаңағы отырған жетімдер үйтіп арамнан жеу үшін сізге мұқтаж емес ондай. Оларды Алла рызықтандырып қояды. Бір тақуа әйел болады. Көрінген қолдан тамақ жемейді екен. Тамақтың өзін адалын таңдап жейді екен. Сол ауылдың бір діннің дұшпаны бір адам болған, сол айтады, осының бір маскасын шешейік дейді да. Қашанғы тақуа екенін көрейік. Ақша беріп тұрып, інісіне айтады, базардан керемет жаңағы жеміс жидек алды апарып бер. Ана енді алдыратында, көрсе қызығатындай қыл. Сөйтеді да, бұны кім берді деген кезінде, шайтан беріп жіберді деп айтты. Көрейік, не істер екен деп ше. Алмай қояр ма екен, алар ма екен. Інісі керемет жеміс жидектер алады да апарып береді. Ана әйел көріп шынында да қызығады. Сөйтеді да, маша Алла разы болсын сізге деп, бұрылып үйіне кіріп кете береді. Сонда жаңағы жігіт тұрып, ал сіз енді сұрамайсыз ба бұны кім беріп жіберді депті. Сонда әйел айтады, не қылам оны сұрағанда. Бұны Алла тағала маған белгілеп қойды ма, несібе қылып болды. Алла тағала шайтанды жұмсайды. Шайтан өзі бұны маған алып беріп жібереді ғой. Егер Алла бұны маған бұйырып тұрған болса. Әйтеуір біреу себеп болады. Бұл бірақ маған жетеді дейді. Ана кісі бас салбырап барып, ана баяғы діннің дұшпанына барады. Ол отыр күтіп, не болар екен деп. Келгеннен кейін айтады, не болды? Маска шешілді ма дейді. Сөйтсе мынау айтады, жоқ, сенің маскаң шешілді дейді. Ол осылай деп айтты. Не қылам сұрағанда, бұны егер менің несібем қылып Алла белгіледі ма, бұны шайтан арқылы да маған жеткізіп қояды деп айтты дейді. Ана кісі сол жерде тұрып тәубе қылады да. Осылай, ана жетімдер ол рызықты жеу үшін сізге мұқтаж емес. Және сізге ешкім бұйырған жоқ. Арамнан ақша тапта оны бар бақ деп. Бермей-ақ қойыңыз. Бермей-ақ қойыңыз. Оларды ырзықтандырып, өзіңіз үлкен күнәға қалғанша, одан да осы нәрсемен айналыспай-ақ қойыңыз. Екінші жолы, жаңағы кітабыңызды сатыңыз 5000 теңгеге. Сөйтіңіз де айтыңыз. Осыдан түскен ақша қайырымдылық қорына жұмсалады, мұқтаждарға жұмсалады. Бірақ арасында лотерея бермей-ақ қойыңыз. Лотерея бердіңіз ба, болды. Анау адамдар кітапты оқу үшін емес, лотерея үшін алады. Ниеті өзгеріп кетеді, болды, арамға айналады.